Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге асқабақ қосылған чизкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Песочный печеньені осылай ұсақтап аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы майды құйып араластырамыз. Печеньені формаға салып, жайып шығамыз. Жан-жақтарын бортик жасаймыз. Енді морозильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Начинкасын жасаймыз. Ол үшін творожный сырдың үстіне сахарный пудра, крахмал және асқабақ, піскен асқабақ саламыз. Және де 2 жұмыртқамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Миксердің малый оборотында кішкене жай ғана араластырамыз. 1 сағат болды, печеньемізді алдық, енді үстіне начинканы құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 130 градус 1 сағат жарым пісіріп аламыз. Піскеннен кейін тағы 6 сағат холодильникте ұстаймыз. 6 сағат холодильникте тұрды. Чизкейгіміз дайын. Кесіп көрейік. Өте нәзік кесіледі. Сіздер де үйден жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.